Расчетқа жіберместен алдын расчетный схемаға керекті коэффициенттерді енгізіп алайық. Нормативті ашамыз, метод капаситивного проектирования дегенді оқимыз. Толық оқып шығамыз. Тек мына пунктті оқиын. При соблюдении условий, указанных в А и Б, участки конструкции не предназначены для непосредственного участия в диссипации сейсмических колебаний, приобретают дополнительные резервы прочности при изгибе по сравнению с критическими зонами, защищены от хрупкого характера разрушений. Ол деген сөз қысқаша түсіндіргенде, бірінші видеода айтқандай, пластикалық элементтерді пластикалық деформацияға қабілетті жасағанда, сол уақытта басқа элементтердің беріктігі жоғары болу керек. Себебі сол зона сейсмика кезде бірінші болып жұмысқа кірісу керек. Мына суретте тізбек секілді. Енді сол элементтерді жеке қарастырайық. Бірінші плита перекрытие, диафрагма. Нормативті ашамыз. Нормативті мына пунктті ашамыз. 7.2.5. Сопротивляемость горизонтальных диафрагм. Горизонтальных диафрагм деген ол плита перекрытия. Горизонтальные диафрагмы перекрытия и связи жесткости должны быть способны соответствующим резервам прочности передавать эффекты расчетного сейсмического воздействия системам, с которыми они соединены. При расчете умножаются на коэффициент запаса прочности А и Д. Альтернативно, если горизонтальная диафрагма представлена в 3D расчетных моделях зданий в виде на обруб конечных элементов пластин, то значение коэффициента А и Д допускается принимать 1:1. Біз білеміз, плита сейсмическая силаны вертикальный элементтерге орналасуына байланысты бөліп, бір система бірге жұмыс жасауын қамтамасыз етеді. Сондықтан плитаға НТП бойынша, мына пункт бойынша коэффициент 1:1 қабылдаймыз. Резерв прочности, яғни біз есептегеннен артық берік болу керек плита. Енді программада оны FVK коэффициент арқылы жасаймыз. Алдымен плиталардың барлығын белгілейміз. Белгілегеннен кейін расчет дегенде мына жерде коэффициент бар. FVK, повышающий коэффициент. Осыған кіріп, коэффициентті енгіземіз. 1:1. Применить деп басып, мозаик қосамыз. Мозаикін қосып, осы коэффициенттерді көре аламыз. Плита перекрытияға 1:1, қалған элементтерге 1 тұр. Плитаға повышающий коэффициент НТП бойынша берілді. Келесі конструкцияны қарайық. Келесі конструкция ол фундамент. Енді фундаментке ол коэффициент 1:1 емес, 1:4. Себебі сейсмика деген жердің қозғалысы болғандықтан, бірінші фундамент қабылдап, жоғарғы элементтерге жібереді. Сондықтан фундаментке резерв прочности 1:4. Сондықтан фундаментте 40% запас болу керек. Сол коэффициентті енді фундаментке береміз. Фундаментті белгілейміз. FVK 1:4. 1:4. 1:4 берілді. Резерв прочности плитаға 1:1, фундаментке 1:4. Және де енгізетін бір коэффициент ол перемычкаға. Нормативті ашайық. 2:7 пункте жесткости связующих балок в железобетонных стенах следует задавать, учитывая их полное сечение и начальное значение модуля сдвига бетона, указанное в СПРКН, а значение модуля упругости с понижающим коэффициентом 0,5. Мына жерде жесткости связующих балок деген ол біз жасап жүрген стенадағы перемычка. Енді перемычкаға осы коэффициентті берген кезде 0,5, оның жесткость азаяды. Ол азайған кезде стеналар сейсмиканы көбірек қабылдайды. Стеналарда запас болады. Енді осы коэффициентті программада енгіземіз. Перемычкаларды белгілейік. Перемычкаларды белгіледім. Мына коэффициентті өшірейін мозаикасын. Осы пластиналарды белгілеп, мына жерде жесткости дегенде астында коэффициент к модулям упругости деген бар. Осыған кіріп, изменить К в N раз. Осы жерге 0,5 деп жазамыз. 0,5. Применить. Мозаик қосамыз. Остановить. Перемычкаларға понижающий коэффициент 0,5 берілді. НТП норматив бойынша керекті коэффициенттерді енгіздік.
Келесі видеода сценадағы поперечный сила туралы айтамын, сосын барып расчетқа жібереміз.